Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ең керемет, көрінісі әдемі болып шығатын өрілген нандардың жасалу жолын көрсетемін. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл нан өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға еленген 1 килограмм ұнымызды салып аламыз. Оған 350 грамм жылы су, 150 грамм жылы сүт, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, майонез, жұмыртқа және 5 грамм дрожжымызды қосып жақсылап араластырамыз. Содан соң толықтай қамырды елетін боламыз. Қамыр өте жұмсақ болмайды, өте қатты да болмайды. Егер қатты болып қалады десеңіздер, 900 грамм ұнды қосып бірінші содан солай елеп аласыздар. Аз болып жатса, қалған ұныңызды қосасыздар. Жақсылап қамырды біріктіріп алғаннан кейін үстінен 10-20 граммдай сұйық май құйып, оны 10-15 минут жақсылап елейсіздер. Сонда қамыр әдемі көтеріледі, әрі қамырыңыз жұмсақ әдемі болып шығады. Енді үстінен салафанмен жауып қоясыз, тағы да үстінен сүлгімен жауып қойып жылы жерге орап қоясыздар. Міндетті түрде жылы жерде тұру керек. 1,5-2 сағаттан кейін дәл осындай көтеріледі. Енді үстелге аздап май құясыздар. Содан соң қамырды әр қайсысын 100 граммнан бөліп шығасыздар. 1 килограмм ұннан 100 граммнан бөлгенде 16 штук қамыр шығады. Яғни дөңгелек қамыр. Ал 16 штук қамырдан 100 граммнан бөлген кезде 4 нан шығады. Яғни орташа көлемде кішкене үлкенірек 4 нан шығады. Егер сіздерге сатылымға шығатын болсаңыздар, немесе қонақтастарға қоятын нан керек болса, 100 граммнан емес, 50 граммнан бөлсеңіздер болады. Сонда сіздерде 8 нан шығады, орташа көлемде кішкентайлау 8 нан шығады. Видеода көріп тұрғаныңыздай, осылай қолдың көмегімен 100 грамм ұнды осылай елейсіздер. Ортаңғы жағы кішкене қалындау, шет жақтары жұқалау болса, нандарыңыз томпиып, сондай әдемі болып шығады. Қазір сіздерге өру әдісін көрсететін боламын. Қамырдың 4 бөлігін біріктіресіздер, қатты баспаңыздар. Енді мұқият қарап тұрыңыздар. Ортасындағын артқа қарай шығарасыздар, және де сыртқы жағын ішке кіргізесіздер. Дәл осы есеппен сыртқы жағын ішке кіргізіп, үш жақтағын сыртқа шығарып, осылай қамырды өріп шығасыздар. Осы жер мұқият қараңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай әдіспен жасап шығасыздар. Төртеуін де бірдей өріп шығасыздар. Сол кезде қамырыңыз тегіс, 4 жағы да бірдей өрілген сияқты болып тұрады. Осылай наныңызды видеодағыдай бірдей өріп шығасыздар. Сонда наның 4 жағынан қарағанда бірдей өріп болып тұрады. Мысалы, ол 3 өрік шаш өргенде емес, қазір сіздерге көрсетемін. Осылай мінеки 4 жағы да бірдей өрілген сияқты болады. Осындай форма болып шығады. Мұқият қарасаңыздар, қолдарыңыз үйреніп кетеді. Және де 5 граммнан жасайтын болсаңыздар, нандарыңыз осының жартысындай болады. Енді сіздерге тағы бір рет өру әдісін көрсетіп кетейін. Дәл осы ретпен қамырыңызды өріп шығасыздар. Видеоны мұқият қарасаңыздар, қалай өрілу керектігін толық көрініп тұр. Видеодағыдай осылай өріп жасап аласыздар, және де лиске орналастырасыздар. Астына пергамент қойсаңыздар болады, немесе астын майлап қойсаңыздар да болады. Орналастырып, бетін жауып, міндетті түрде 10-15 минут қалдырасыздар. Енді жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аласыздар, және де сары бөлігіне аздап сүт
қосып жақсылап араластырып алыңыздар. 15 минут тұрды. Кішкене көріп тұрғандарыңызда көлемі үлкейді, және де осы кезде қамырларыңыз жұмсақ әдемі көтеріледі. Жаңағы сары уызбен сүтті қосып жақсаңыздар, біркелкі сап-сары әдемі болып шығады. Барлығын толықтай барлық бөліктеріне жағып шығыңыздар. Қалауыңыз бойынша кунжут немесе қара кунжут қолдансаңыздар болады. Менде қара кунжут болмағаннан кейін мен семена ілна септім. Біріншіне тек қана кунжут сеуіп шықтым, екіншіне кунжут пен семена ілна сеуіп шықтым. 220 градуста қызып тұрған пешке 25-30 минуттай пісіріп аласыздар. Міндетті түрде пешті қарап тұрыңыздар. Міне сіздерге көрсетіп тұрғандай өте әдемі қып-қызыл болып шықты. Сарғайып, сәл қызарғаннан бастап пештен ала берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Қазір сіздерге ортаңғы бөлігін көрсетемін. Өте жұп-жұмсақ, нанның ортасы осылай болып шығады. Керемет, тура дүкендегідей жұп-жұмсақ нанның дәл өзі. Өрілген жері көрінбейді, тек сырты бөлігі осылай әдемі болып тұрады. Бұл расстойкаға қойған нанның іші осылай болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.